Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Гүлназ. Бүгін сіздерге тауық етінен жасалатын пастаның рецептісімен бөлісемін. Тағамға қажетті заттарымыздың барлығын төменге описание бөліміне жазып кететін боламын. Бұл тағамды сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Себебі жасалу жолы өте оңай және ресторандағы пасталардан кем түспейді. Ол үшін бізге алдымен тауық еті және де видеодағы көкөністер қажет болады. Алдымен тауық етімізді алып, жақсылап, ірі етіп, кубикпен турап аламыз. Менде тауық етінің филесі. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, жаңа рецепттерімді өткізіп алмаңыз. Және де описание бөліміне TikTok және Instagram парақшаларымды жазып кететін боламын. Енді пиязымызды кішкентай бөліктерге бөліп, шұқалап турап шығамыз. Етімізбен қорған кезде жақсылап соғы шығып, еріп кететін болады. Содан кейін сарымсағымызды жақсылап кішкентай етіп турап шығамыз. Келесі кезекте тәтті бұрышымызды да ұсақтап турап шығамыз. Пешіміздің астын жағып, табамызды қоямыз. Оты орташадан сәл жоғары болу керек. Және де майымыз қызғаннан кейін етімізді сала бастаймыз. Барлығын жақсы етіп араластырып, кішкене қызара бастағанша қуырып аламыз. Одан кейін пиязымыз бен сарымсағымызды салып жібереміз. Барлығын жақсы етіп араластырып, қақпағын жауып, 10 минуттай пиязымыздың соғында пісіріп аламыз. Әр қарай үстіне тұзын, бұрышын, мен осындай ащы чили бұрышы бар екен, соны кішкентай ғана қостым. Бұл ерекше дәм береді, негізі салуға кеңес берем. Жоқ болса салмауға да болады. Және де бұрыш салдым. Барлығын жақсы етіп қуыра отырып араластырып, үстіне тәтті бұрышымызды салып жібереміз. Қақпағын жауып, енді әрмен қарай помидорымызды дайындаймыз. Ол үшін мен блендер қолданым. Езген дұрысырақ, немесе блендер болмаса, ұсақтау етіп турасаңыздар да болады. Мына етіміз жақсы етіп қуырылып жатыр екен. Енді үстіне езілген қызанағымызды салып жібереміз. Енді барлығын жақсы етіп араластырып, баяу отта 5-7 минут пісіреміз. Енді спагеттимізді пісіретін боламыз. Алдымен кастрюлемізге суын толтырып, қайнатып, үстіне спагеттимізді саламыз. Және де тұзымызды да салуға ұмытпаймыз. Мына спагеттиміз пісті. Енді осыны тауық етіне жақсылап үстіне салып араластыратын боламыз. Пастамыз сочный болу үшін кішкентай стаканға 1 шай қасық томатный пастамызды салып, барлығын бірге араластырамыз. Және де баяу отта 5 минуттай пісіріп аламыз. Міне пастамыз пісті. Қалауларыңызша зелень салсаңыздар болады. Менде укроп болды. Енді спагеттимізді осылай жақсылап орап, әдемі етіп, тарелкамызға салатын боламыз. Міне тауық етінен жасалған пастамыз дайын болды. Менің рецептіммен жасап көріңіздер және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.